Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ханым жасайтын боламыз. 4 жұмыртқаға 2 кесе суды құйып, тұзын салып, жақсылап араластырып аламыз да, әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды осылай електен өткізіп алып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Сөйтіп 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Бұл кезде біз 20 минуттың ішінде салмамызды дайындап алатын боламыз. Фаршымызға осылай кішкене картошка қосып жіберетін боламын. 300 грамм фаршқа 3 картошка, 3 пияз қосып, жақсылап майдалап турап, араластырып алатын боламыз. Достар, қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Егерден сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Пиязымызды да осылай турап аламыз. Турап алдық. Енді қара бұрышымыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Салмамыз дайын. 20 минуттан кейін қамырымызды жая бастаймыз. Достар, мен мына жерде Instagram парақшамды қалдырып кеттім. Сол жаққа өтіп те көрсеңіздер болады. Қамыр жайған кезінде оқтаудың екі шетінен баса отырып жаятын болсақ, қамырымыз доп-домалақ әдемі болып шығады. Осылай қамырымызды бір тегіс етіп, жұқа қылып жайып алдық. Енді ортасына ақ майымызды жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне ақ майымызды жағып аламыз. Жағып алдық. Енді дайындап қойған салмамызды жұқалап жайып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп аламыз. Жайып алдық. Енді шетінен майдалап орап шығатын боламыз. Қамырымызды осылай орап аламыз. Газге суды қайнатып қойып қойсаңыздар болады. Мантаваркамызды енді майлап алатын боламыз. Барлық жеріне май жағып, мен қамырымды 3 бөлікке бөлдім. Ұзын болғандықтан. Сіздердің зуалаларыңыз кішкентай болатын болса, бір өзін салсаңыздар да болады. Егер дәу болып, осылай ұзын болып кетсе, бөліп қойсаңыздар болады. Қазанымызды қойып 45 минутта пісіріп алдық. Ханымымыз дайын. Енді кесіп дастарханға тарта берсеңіздер болады. Өте дәмді, сочный болып шықты. Достар, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар, жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.